Баршаңызға сәлем, сіздермен Ақнұр. Бүгін сіздермен үй жағдайындағы сок дайындап көрсетемін. Менімен бірге болыңыздар, достар, және менің видеомды соңына дейін қараңыздар. Менде мына жерде өрік, яғни өріктің согын дайындап көрсетемін. Өрікті мен алдын ала жуып тазалап алдым, ішіндегі сүйектерін айырып алдым, ажыратып. Және де компотымыз үшін согымыз сетка керек болады. Мен мына жерде өрігіміздің үстіне су құйып және блендермен жақсылап езіп аламын, осылай етіп. Енді езіп болғаннан кейін осындай сеткамызға астына жаңағы қайнататын ыдысымызды қойып, сеткамыздың көмегімен осылай етіп езіп аламыз. Сеткамызға жаңағы өрігімізді салып, қолымыздың барынша күшімен езіп аламыз, осылай етіп. Қолымыздың күшімен осылай сеткамызға салып, бүкілін езіп шығамыз. Ішіне бүкіл несін алып қаламыз, жаңағы қабықтарын, өріктердің. Міне енді осы дайын болған массамызға қантымызды салып, жай отта қайнатамыз. Достар, мен бүкіл описаниеге жазып кетемін, сол жерден көріп алсаңыздар болады. Енді осыны жақсылап қайнатқаннан кейін где-то мен 1 сағаттай қайнатамын, осылай етіп. Негізі банкілердің атылуы ол тазалыққа қарайды. Мысалы, бір банк жақсылап жуып 1 сағаттай парласаңыздар, ол атылмайды. Мен мына жерде енді қысқа дайындап жатқаннан кейін жақсылап парлап, дайын болған согымызды құямыз осы парланған банкімізге. Осылай етіп құйып шығасыздар. Менде 7 килограмм өрікке 2 килограмм қант салдым. Татымына қарай, мысалы, өріктеріңіз тәтті болса, енді оған аздап салсаңыздар да болады. Сосын мен 1,5 литр су құйдым. Мен бүкіл описаниеге жазып кетемін. Сол жерден көріп алсаңыздар болады. Міне, қыздар, біздердің соктарымыз дайын болды. Мен осыны жауып аламын загребашкамен. Сіздер үшін мына жерде 1 литрін алып қалдым. Көрсету үшін қандай масса болғанын, қандай сұйықтықта болғанын. Осы дәмді болып шықты. Менің отбасыма қатты ұнағандықтан мен осыны жауып жатырмын қысқа. Астарыңыз дәмді болсын. Осы рецептпен сіздер де жауып көріңіздер.